Сәлеметсіздер ме? 19 ғасырдың екінші жартысындағы қазақ қоғамы туралы айтамыз. Қазақ халқының қоғамында, шаруашылығында 19 ғасырдың екінші жартысында үлкен өзгерістер болды. 19 ғасырдың 60-90 жылдары патша үкіметінің әкімшілік реформалары барысында қазақ ру тайпаларының орнына 5 сатылы әкімшілік құрылым орнады. 1897 жылы Ресей империясында алғаш рет жалпы халық санағы өткізіледі. Санақ нәтижесі бойынша өлкедегі 3,4 миллион қазақ тұрғыны халық санағында халықтың 80% құрады. Халықтың негізгі бөлігі ауылда өмір сүрді. 80%-ға жуығы мал шаруашылығымен, 18% кешенді бақташылық және егіншілік кәсібімен шұғылданды. 19 ғасырдың екінші жартысынан көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығы құлдырай бастады. Оның басты себебі жұт болды. Жұттан аман-есен қалу үшін қазақтар шекара шебінде казактар мен орыс шаруаларына жақын келуге тырысты. Жұттан кейін күйзеліп қайыршыланған қазақ шаруалары ендігі жерде егіншілікпен айналысуға мәжбүр болды. 19 ғасырдың аяғында елдің орталық, солтүстік және солтүстік шығыс аймақтарында егіншілікпен айналысуға жаппай бет бұру байқалды. Сонымен 19 ғасырдың соңына қарай Қазақстанның солтүстік, орталық, солтүстік шығыс аймақтарында шаруалардың 90% шөп шабуды кәсіп етті. Отбасы мүшелері мен қолда бар малды жем-шөппен қамтамасыз ету үшін егін егумен айналысқан. Ішкі Ресейден қоныс аударушы шаруалар көптеп келуіне және Қазақстандағы қала халқының санының артуына байланысты мал жайылымдарының көлемі қысқарды. Қазақтар алапат жұттан аман қалу үшін шөп шабумен айналысты, жаппай егін егумен айналысты, өзен, көлдерден балық аулады. Сондай-ақ біршама қазақтар тау-кен өнеркәсібінде жұмыс жасады. Оларды жатақтар деп атаған. Көшпелі және жартылай көшпелі өмір салтының күйзеліске ұшырауы салдарынан өлкеде халықтың екі тобы қалыптасты. Олар байлар мен жалдамалы жұмысшылар болды. Байлар біртіндеп ұлттық сауда өнеркәсіптік буржуазияны қалыптастырды. Мысалы, ауыл старшындары, ірі рубасылар, болыстар, бұлар ауқатты байлар болды. Ауқатты байлар уақыт өткен сайын байи берді. Олардың көпшілігі кәсіпкерлікпен мал және мал өнімдерін сатумен айналысты. Қазақ даласында оларды бай саудагерлер деп атаған. Мал сойып ет өнімдерін кәсіп еткен кейбіреулерінің өз зауыттары болды. Май шығаратын кәсіпорны болды. Сондай-ақ сары май сатумен де айналысты. Енді ұлттық сауда өнеркәсіп буржуазия өкілдерінің қайырымдық шараларына тоқталайық. Павлодар уезіндегі Қараөткел болысының болысы Қазанғапов кедейлерге мешіттер мен мектептердің мұқтажына ақша таратқан. Кәсіпкер Шоқабасов Павлодар қаласында мешіт салдырды. Ал Томск губерниясындағы бай қазақ Нұрекен Мекке қаласында 100 кісілік
қонақ үй салуға үлкен үлес қосқан. Ол қонақ үйге қажыға баратын қазақтар жайғасты. Қазақстан тарихында өшпес із қалдырған Төле би, Қазыбек би, Әйтеке билер болды. Сонымен қатар Өтел би, Аслан билердің есімдері халық арасында кеңінен танылды. Озық ойлы қазақ зиялыларының өкілдері билер сотының бұрынғы қалпында өзгеріссіз қала беруін жақтады. Дәстүрлі қазақ қоғамының өзгеріске ұшырауының себептері 19 ғасырдың 20-90 жылдардың аралығындағы патша үкіметінің реформалары сұлтандар билігін әлсіретті. Билер сотын таратты, себебі билер соты қазақ жерін жаппай отарлап алуға кедергі келтірген. 19 ғасырдың 20 жылдарынан бастап патша үкіметі қазақтың әлеуметтік құрылымының өзгеріске ұшырауына септігін тигізді. Патша үкіметі ислам дініне қалай қарады? Патша үкіметі қазақтарға шығыс елдері мен Түркияға оқуға тыйым салды. Дінге қатысты мәселелер ішкі істер министрінің қарауына берілді. Мешіт салу үшін генерал-губернатордың рұқсатын алу қажет болды. Бір болыста бір молда ғана ұстануға рұқсат етілді. Жергілікті тұрғындардың сауатын ашып, оқыту үшін уезд бастығының рұқсаты қажет болды. Молдалар Ресей империясына шын берілген қазақ болуы тиіс делінді. 19 ғасырдың 40-60 жылдарындағы поэзияның жарқын өкілдері қатарына қосылған ақындар Дулат Бабатайұлы, Шортанбай Қанайұлы, Мұрат Мөңкеұлы. Бұлар зар заман дәуірінің ақындары аталды. Олардың поэзиясының негізгі сарыны өткен заманда қазақ халқының бұрынғы істері мен аңызға айналған өмірін аңсау, жаңа заманның зардаптарын сынау болған. Ұлттық отаршылдық езгінің күшеюі, өлкеде капиталистік қатынастардың енуі, патша үкіметінің қоныстандыру саясаты қазақ халқының қоғамдық саяси ойын дамытып, ұлттық сана сезім өседі. Қазақ зиялылары қазақ халқының империя құрамында өзгелермен тең құқылы болуына қол жеткізу үшін күрескен. Олар қазақтың ұлттық мемлекеттігін қалпына келтірудің әдіс амалдарын қарастырды. Өз халқының отаршылдық езгіден азаттық алу жолындағы күресіне көмектесуге ұмтылды. Қазақ зиялыларының мақсаттарына тоқталатын болсақ, олар қазақ халқын білім алуға шақырған. Қазақ қоғамның оянуына, қоғамдық саяси ойының дамуына жәрдемдесті. Халықтың құқықтық эстетикалық санасы мен өнегелі ой өрісіне зор ықпал етті. Зиялылар қазақ даласына оқу білім таратуды көздеді. Қазақ зиялылары әдеби кештер өткізіп жиналған қаржыны қазақ студенттеріне көмекке, ана тілінде кітаптар мен оқулықтар шығаруға жұмсады.